Саламатсыздар ма? Сіздерді түгендеп жіберейін. Қайке староста, бүгін барлығы түгел ме? Бүгінгі сабақта барлығы түгел. Жасы өте керемет отыра ғой. Жақсы, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты білім шыңына, тау шыңына шығу болып табылады. Біздің білім шыңына шығу үшін бірнеше кедергілерден өтеміз. Өздерің білесіздер, тауға шыққан кезде неше түрлі кедергілерден өтуіміз мүмкін, қиыншылықтар көруіміз мүмкін, бірақ соған мойынсынбай, таудың шыңына, яғни білім шыңына жетеміз деген ойдамын. Ең бірінші, үй тапсырмасын тексеру, жаңа тақырыптың мақсаттары мен міндеттері, сергіту сәті, жаңа сабақты бекіту, бағалау, сонымен қатар осы кезеңдерді өту арқылы біз білім шыңына жететін боламыз. Үй тапсырмасын тексеру кезеңіне келетін болсақ, барлығымыз QZ Live бағдарламасына кірейік. Осы бағдарлама арқылы мен сіздерден, яғни қазір осы бағдарлама сіздерді автоматты түрде топтарға бөлетін болады. Топтарға бөлу арқылы сіздер сұраққа жауап бересіздер. Қанекей барлығымыз осы QZ Live бағдарламасына тіркеліп қосылайық. Қосылыңыздар ма? Ең бірінші QZ Live бағдарламасына кіру үшін келесі экранда көрсетілген кодты енгізейік. QZ Live бағдарламасы сіздерді 5 топқа бөлді, яғни Cyber Tigers, Stingrays, Ostrings, Tigers, Alligators. Осы топ бойынша әрқайсыларыңыз жұптарыңызды, топтарыңызды тауып отыра қойсаңыздар. Келесі, ары қарай. Мына тақтаға назар аударайықшы. Берген тақтада кім қандай сурет көріп тұр? Мысалға, мына бірінші суретте кім не көріп тұр? Бірінші суретте біз қазақтың мақалын көріп теманың шарты. Мына жетті жету үшін бір жетке істейді. Ал келесі суретте кім не көріп тұр? Біздің тақырыбымыз бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз таңдау, тармақталу және цикл операторлары. Өте керемет, рахмет. Тақырыбымыз тармақталу, таңдау, цикл операторлары. Дәптерімізді алайық, бүгінгі күнді жазайық және де бүгін тақырыпты. Кезеңіміз бойынша мен сіздерге Google Classroom-ға күніге алдыңғы сабақтың, яғни жаңа сабақтың материалдарын салып отырған болатыма. Біздің классрумға сол бойынша сіздер бүгінгі сабаққа өздеріңіз бөлінген топ бойынша мен сіздерді қазір бөлейін. Бірінші топ тармақталу операторы. Сіздерді 3 топқа бөлгендіктен мен қазір топ басшыларыңызға бағалау парағы берейін. Тобыңыздағы студенттерді бағалап отырыңыз. Бағалап отырасыздар. Әр кезең кім қандай тақырыпқа дайын келіп қорғасаңыздар болады. Си тіліне барлық элементтердің келесі категориялар шарт. Циклдік оператор ол үш алгоритмнің біреуі, ол циклдік алгоритм, оған ширу for. Жақсы, рахмет. Ендігіде келесі кезеңіміз
Бізде видео сабақ. Алдарыңызда тұрған ноутбукты қосып, құлаққапты. Жақсы балалар, көрген видео сабақ бойынша кім қандай мәлімет алып, не түсінді? Мадияр? Мен бұл видеода C++ тілінде калькуляторда қалай жасау керек екенін түсіндім, және ол жерде түсініктері нақты қылып айтып қойған. Жақсы, рахмет. Жақсы, келесі кезең. Біз видео сабақта мәліметтерді теориялық жүзінде алдық. Енді сол теориялық жүзінде алған өзіміздің ақпаратымызды тәжірибе жүзінде орындап көрейік. Мына экранда көрініп тұрғандай, Фрайер моделі арқылы анықтама берейік, тармақталу операторына, таңдау операторына, цикл операторларына, оның басқа программалардан қандай ерекшеліктері бар, фактілер бар, соны көрсетейік. Ары қарай осы үш операторға мысал келтірейік, және де осы үш оператор арқылы есептер шығарайық. Тармақталу операторына кім анықтама береді? Әлішер? Әлішердің жазған анықтамасын біз дәптірміз. Немесе орындалмауына байланысты екі жағдайдың біреуін таңдауға мүмкіндік береді. Рахмет. Дұрыс жауап. Берілген операторлардың басқа бағдарлама түрі бойынша қандай ерекшеліктер бар? Кім жауап берді? Ынтымақ? Операторлардың ерекшелігі орындалу шартымен орындалу тәртібі. Жауабы дұрыс. Ал енді кім қандай мысал келтіре алады? Әділ? Мысалыңыз біздің тармақталу операторына келеді. Дұрыс па, балалар? Жақсы, отыра қойыңыз. Ендігіде Фрайер моделінің келесі бөлігі сендерге есеп берілген. Топ бойынша есепті қарастырсаңыздар. Өте керемет, тармақталу операторы қанекей? Пайдаланушы клавиатурада неизвестный жұп немесе тағы екен. Тағы сандарда анықтайтын бағдарламаны құрдыңыздар. Жақсы, өте дұрыс. Келесі, қандай команда дайын? Өте керемет, цикл операторы дайын екен. Қанекей, кім қорғайды? Шай? Пайдаланушы қандай да бір символды. Жақсы, рахмет, өте дұрыс жауап, дұрыс шығарған есеп, сіздерде бағдарлама құрылған. Отырына қойыңыздар. Келесі команда, дайын болдыңыздар ма? Екі сан енгізіп, осы сандармен математикалық операция. Сіздерде барлығы дұрыс. Біздің шынымызды білім шынына жетуімізге аз ғана кезеңдер қалды. Соның ішінде қазіргі таңда бізде сергіту сәті. Яғни, алдарыңызда тұрған виртуалды көзілдірікті алып, виртуалды әлемге саяхат жасайық.
Жақсы балалар, біздің білім шыңына шығуымызға аз ғана кезеңдер қалды. Соның ішінде тапсырмалар орындайтын боламыз. Ол тапсырманы кім бірінші орындайтын туралы зихат бағдарламасы арқылы білеміз. Және де Learning Apps бағдарламасы арқылы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бізге зихат бағдарламасы кімнің бірінші шығатынын таңдап берді. Яғни Оспан, тапсырмаларда сен бірінші болып орындайсың. Саған берілген тапсырма C++ тілінде жазылу түрі мен қызметін сәйкестендіру. Я? Ал енді тексеріп көрейік, тексеріп көріңіз. Қателер бар екен. Балалар экранда көріп тұрғандай қателер табылды. Сол бойынша кім қай жерден қатені таба алады? Өте аз ғана кезең қалды, яғни бағалау кезеңі. Мен сіздерге білген бағалау критерийі бойынша тармақталу оператор командасы, команда басшысы, өзіңіздің командаңызды бүгін қалай бағалайсыз, кімге қандай баға қоясыздар? Мен осы топтың басшысымын. Сол себепті бүгінгі біздің студенттердің барлығы сабаққа белсене қатысты. Сол себепті мен группаның барлық балдарына 5 қойып шықтым. Жақсы, өте керемет жарайсыздар. Цикл операторы командасы, команданың топ басшысы, өзіңіздің командаңызды қалай бағалайсыздар? Біздің команда негізі жалпы жақсы қатысты. Анарбаев Бексейт пен Бақытжанға 3, Балқаш Мадиярға 4 қойдым, қалғандары 5. Жақсы, жарайды. Таңдау операторы командасы бойынша команданың басшысы өзінің командасын қалай бағалайды? Бүгінгі сабақта бәрі белсенді қатысып отырған, бірақ мен Қуаныш пен Әділжанға 3 қойдым, қалғандары 5 пен 4 болып шықты. Енді сабағымыз бойынша сауалнама жүргізейік. Көріп тұрғаныңыздай Google Forms'дан чемодан, себет және де еттартқыш тұр. Сол бойынша чемодан керек ме жарайды, еттартқыш үйренерім көп, болмаса себет мүлдем қажеті жоқ. Қайсысын таңдайсыздар? Керегіне жарайды. Өте керемет. Балалар бүгінгі сабақта барлық кезеңдерді бағындырып, таудың шыңымызға жеттік десем де болады. Қанекей көрейік, білім шыңына кім жетті екен? Тау шыңына жеттік. Үй тапсырмасы тармақталу таңдау цикл операторлы тақырыбында құрылған топтар кроссворд, тест, ребус құрастырып, Google Classroom'ға маған жіберіп қойыңыздар. Жарайды. Балалар, бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнады ма?